Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз оңай әрі дәмді түскі немесе таңғы асқа болатын омлет жасайтын боламыз. Бұл түріктің менемен деген тамағы. Мен үлкен бір пиязды алып турадым. Пиязды ұнатпайтын болсаңыз, аз пияз қоссаңыз да болады. Мен 2 қызанақты алып, жуып, кубиктап турадым. Енді табаға жарты ожау май құйып, оны қыздырып аламыз. Оның үстіне пиязды саламыз. Пияз дәл видеодағыдай қызарып қуырылған кезде үстіне қызанақ саламыз. Табаның бетін жауып, баяу отта 5 минут қуырып аламыз. Міне, осылай әдемі қуырылып тұрған кезде үстіне жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа өз қалауыңызша 3-4, үйдегі адам санына қарай қоссаңыз болады. Дәмін келтіру үшін 1 шай қасық тұз септім және де араластырдым. Егер сіздер сарысын шикідей жегілеріңіз келсе, араластырмасаңыздар да болады. Енді 3-4 минут жұмыртқасын пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоларымды жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Міне, дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.